Баршаңызға қайырлы күн. Бүгін сіздермен бірге осындай ерекше шоколадты блиныйдан жасалатын торттың рецептісімен бөлісемін. Рецепт өте оңай, менімен бірге жасап көріңіздер. Шоколадты блиныйды жасау үшін 3 жұмыртқаға қантты қосып, жақсылап араластырамыз. Венчикпен немесе қасықпен араластыра берсеңіздер болады. Жұмыртқалы массамыз көпіргеннен кейін сүтімізді қосамыз. Құрғақ ингредиенттерімізді дайындап аламыз. Мына жерде ұн, какао, разрыхлительді қосып, біртіндеп саламыз. Егер ұнның барлығын қоса салатын болсаңыздар, біздің массамыз іртік-іртік болып қалуы мүмкін. Ең соңында 4 ас қасық майымызды қосып, жақсылап араластырып пісіре беруімізге болады. Массамыз осылай сұйық болып шығу керек. Пештің немесе газдың астын орташа отқа қойып қойдым. Осындай арнайы блинницада жасасаңыздар, әдемі болып шығады. Бірінші жағы екінші жағына қарағанда ұзақ піседі. Шамамен 1 минуттан кейін аудара берсеңіздер болады. Осындай жалпақ қасықпен аударған оңай болып келеді, бірақ маған қолмен аударған ыңғайлы. Осылайша барлық блиныларымызды осылай пісіріп шығамыз. Менде шамамен 15-18 блины шықты. Мінекей біздің шоколадты блиныларымыз дайын. Енді крем дайындап, тортымызды жинаймыз. Креміне сливки, творожный сыр және де сахарная пудраны қосып, араластырып, қою болғанға дейін миксерлейміз. Сливкеміз іріп кетпес үшін ең алдымен баяу жылдамдықтан бастап, уақыт өте келе жылдамдығын көбейтеміз. Сол кезде креміміз өте күшті болып шығады. Крем дайын болғанда осылайынан төңкерсеңіздер, крем төгілмеу керек. Сол кезде крем дайын деген сөз.
Енді тортымызды жинайық. Осылайынан әр блиніге 1-2 қасық кремнен жағып, барлық блиніді өстіп жағып шығамыз. Барлығын жинап болдым. Енді үстіне шоколадты теркадан өткізіп, үстіне сеуіп шығамыз. Өздеріңіздің қалауларыңызша әсемдесеңіздер болады. Мысалға, құлпынай, малина салсаңыздар да болады. Осылайша өте тез дайындалатын шоколадты блины тортымыз дайын. Егер де рецепті менімен бірге соңына дейін қарап жасаған болсаңыздар, көп рахмет. Менің каналыма тіркеліп қоюды ұмытпаңыздар, достар.